жасайды. Мынау бізде адамның аяғы. Өздеріңіз суретке түсіріп алдыңыздар, жазып алдыңыздар ғой? Иә, түсіріп. Мынау адамның аяғы. Соның мынау бірінші пальцта бар ғой бізде, бас бармақ па? Иә. Содан аяқтың жоғарыға дейін қазір еще көрсетемін. Соған дейінгі бізде қатты массажға келген адамдар, үлкенде, кішіде разница жоқ. Сол точкадан, бас бармақтан, соның жоғарыға мына қайырылған жерге дейін массаж жасасаңыздар, сол адамда стресс кетеді бірінші очередь. Жазып қойыңдар. Стресс кетеді и бауырдың каналын тазалайды. Именно сол жерден бауырдың каналын тазалайды. Жадағанын тетрадын қарайын. Қай жерде басамыз? Бірінші бас бармақ. Осы жерге мына бас бармаққа массаж жасаймыз. Мынаға мынаның бәріне массаж жасаймыз. Аяқтың үсті ғой анау, иә? Иә, аяқтың үсті. Көрсету керек еді, шешіп қой. Жоқ, қазір көрсетемін. Саусақ пен кішкене саусақтың ортасы сызығы болып сезіледі. Ақ сияқты. Ақ сияқты. Сол мына аяқтың мынадан бастап мына жерге дейін ғой. Соған бүйтіп массаж өздеріңіз жасасаңдар болады. Перчаткамен жасайсыздар. Клиенттерге шаршап, клиенттің бәрі бізде шаршап, стресске, нервқа түскен адамдар келеді ғой. Сол бір массажда әрі бауырының каналын тазалайды, әрі стресс кәдімгідей бір массаждан эффект болады. Одан кейін баламыздың балдар негізде мына аутизм ДЦП балдар бар емес па? Соларға нағыз керек точка. Мына қазір былай көрсетемін. Мынау бізде мынау кіндік. Мынау домалақ кіндік. Соны балаңыздың жатқан кезде, мысалы, клиент болсын, балаңыз болсын, өзінің қолы, сіздің емес, балаңыздың қолы мына жерге бүйтіп қоясыз ғой, иә? Мына кіндік тұр ғой, иә? Сол мына жерге қолыңызды қоясыз. Сол кезде мына точка, қолдан кейінгі точка. Төрт елі сыртқа қарай. Иә, төрт елі. Мына мысалы, мынау кіндік. Екі қолын бүйтіп қойдың, содан мына точка. Содан 3 минут сағаттың тіліменен массаж жасайсыздар. Ал мына кіндіктен төртіне жоғарғы точка, ол баланың асқазаны. Төрт елі жоғары. Сағаттың тіліменен 3 минут уқалап массаж жасауға болады. Сонда баланың іш қатуы, іш өтуі, соның бәрі негізі мынау любой ауруда бізде иммунитет, шек бізде иммунитет. Баланың иммунитетін дұрыстаған кезде бала өзі тез сайрайды, білесіздер ма? Сөйлейді. Үлкен адамда іш қатқан кезде аяқ қатып қалады, уже инсульт жатқанда, мысалы, не үшін аяқтар артқа қарай кете береді? Өйткені ол движение жоқ, іш жүріп жатқан жоқ, қозғалыс жоқ, спайка болады да, аяқ тартылып жүрмей қалады, одан сондай. Сосын одан кейін балаларда да, үлкен адамдарда да мына қолдың сап қойдым ғой, иә? Мына Қысылымен жасап отырмын. мына қол, мынау қол. Сол екі қол бүйтіп қосылған кезде мына жерде бізде тесік тұр ғой? Иә. Сол тесікке, мысалы, сөйлей алмай жүрген, стресске түскен бала, қатты ауырып, ауруын таппай жүрген адам, үлкен адамдар. Міне, мына точка. Өзіңізде басыңыз ауырып, мазаңыз кетсе, осы точка. Қатты басасыздар да, массаж сағаттың тіліменен 3 минут жасайсыздар. Өзіңіз қайсы араңызда біреудің басыңыз ауырып отырса, сол жерді ұстап, ұйқы қысса да, ұйқы қысып баратыр ма, сабақта отырсың бір жерде, мынаны ұстап алды, уқалай бер, кәдімгідей ұйқың қанып, болдырмап шыға келетін. Қазір бұлай теория түрінде көрсетемін. Одан кейін мына пальца, так, мына суреттен ыңғайлы ма? Мынау бізде мына ғой, мына пальца. Бас бармақ. Иә, бас бармақ, қол былай тұр. Именно мына точка бізде, мысалы, көбісі айтады, құлағымда шум бар дейді. Үлкен адамдар көбісі келеді ғой, құлағымда шум бар. Осы точкаға екі қолынан ұстап аласыздар да, мына точка ғой, өйстіп массаж жасайсыздар. Сағаттың тіліменен, перчаткамен аямай. Құлағын емдейді. Сосын кейін, именно мына бас бармақта, мына мен істеймін ба?
мынау жаңағы құлақтың точкасы. Мынау құлақ шуылдағанда, құлақ естімегенде. Сосын мынау бас бармақтағы мынау бас бармақтың мынау несі бар емес, мынау қайырылған жері. Сол точкадан басып сағаттың тілменен 3 мәрте айналдырса, бас ауру, қан қоюлану бәрін ретке келтіреді. Мына точка, ортасы. Бас бармақтың мына жері. Мына жер. Қосылған жер. Сосын жүрек ауру. Именно жүрек ауруы мына жерде. Мына қолымыз ғой, міне. Мына точкадан басасыздар. Жүрекпенен любой ауруда қазір жүрек аурулары көбейген. Өйткені ол қан қоюланғаннан мына жерді басып массаж жасайсыздар. Бұны да клиенттердің бәріне жасай беріңіздер. Ұлға, вообще кіші балаға, үлкен адамға, 100 жастағы болса, осы жүректі реттейді. Одан кейін Айман ханым мысалы, именно щитовидка бізде. Мына қол ғой, мына қосылған жер. Мына жақ емес, именно Бүгіп қосылады ғой. Бүккен кезде қосылады. Мына бүккен мына жер тұр ғой, ортасы, мына жер. Өз жерде өзі түйін болғанша сіздікі нағылдың ғой, ауырады. Өз жерде ұстап аласыздар да, щитовидкамен келген адам бүйтіп қатты прям 3 минут сағаттың Оны қанша мен істейміз? өзі 22-25 минут қатты бару керек қой. Сол щитовидканың бәрін реттейді. Именно щитовидканы. Сосын Высокий место. Бұл әртүрлі. Одан кейін мына жерде, мына не үшін бұлай бояп қойдым? Мынау бізде аяқ қоя, бас бармақ. Мына жұмыстан шаршап келдің, аяғыңды суға жуып, тазаланып, неғып алып, бас бармақта именно мына басың ұшын, бәрінің ұштары сол бірінші бас бармағымызда бізде өтте тас болса, соны өттегі тасты майдалап шығаратын точка. Феникс ферристер обязательно. Одан кейінгі асқазан точкасы. Осы точкалардың бәріне 5 минут. Мынау аяқ дейікші. Мына жеке, прям мына жерде бізде сіңірлер болады екен. Сол қырт деп шариқтап соның бәрін жарады екенсіздер. Мына именно басы. Түсінікті ғой, Аяқтың бас бармағы өттің тасын ертеді. Келесі баланың жүрегі. Өтке, именно өт айдап тасты ертеді екен. Одан кейінгі мынау бізде мынау өт дедім ғой, бірінші. Сосын 1 мен 2-нің ортасы мынау осы пальца. Осы ортасы, мына басы, бұл жаңағы асқазан дейді. Асқазан ауруы. Ал мына ең соңғы мына точка менен мына бас ауруды емдейді екен. Түсінікті ғой? Одан кейін бала бізде қатты ауырады, мысалы температура олатыр, олаған мынаны не сұрайды? Неме? Бала мысалы бізде қатты ауырып отыр, температура отыр, кішкентай балаларға қолын бүйсіп алып мынаны жоғарыға қарай массаж жасайсыздар. Жоғарыға қарай. Дәрісіз, ештеңесіз температурасы сразу түседі. Сосын бала болсын, адам болсын, қандай болсын, любой адамдардың мына екі мұрын, мына екі мұрынның мына шетіндегі нүкте бізде нені нүктесі массажы аяғынан су өтеді ғой. Аяғынан су өтіп, пырқылдап, ауырып, вообще сүйегінде буында проблема. Мына екі точка. Осы екі точка бізде аяқтан өткен суықты емдейді. Сосын кейін мына үсті бізде осыған перчаткамен бітіп, инені тағып тұрып бетіп істесеңіздер, бұл гаймориттің точкасы. Жазып жатсыздар ма?
мынау гаймориттікі. Сосын адам былай жатады ғой, мына точка и мына точка жатыр рядом, именно мына точка, мына бізде ангина точкасы. Мына аяқ емес, мына былай тұр ғой. Осыны басасыздар, ангинасы сразу қалпына келеді. Сосын эмурез айтпақшы. Бүкіл балаларға сип қою, жаңағы ол миға канал бар, миға Сигнал. Сигнал бармайды, не бармайды, содан оған балаға именно мына пальца. Осы пальцаға бүйтіп массаж жасай бересіздер. Екі шетіне мынаған, екі шетіне мынаған массаж. Тип қоятын адамдар келген кезде балдарға, соларға резко қояды, сигенін сразу қояды. Сен де сондай клиент болды ғой, сен істеп жатсың ғой. Сол. Одан кейін кімде үлкен адамдарда асқазан жұмыс істемегенде мына точка, мына тізенің жаны и мына сырт жағы. Тізе и тізеден сәл төмен, қазір көрсетем. Сүйектің басы. Осы асқазанды қорықтыруға көмектеседі. Одан кейін адамның ана аяғында мынау тізе, мынау балтыр, не дейді мына жерде? Мына жер ашық тұрады ғой постоянно. Былай бәрі ашық тұрады мына жер. Тірсек. Мен балтырмен толықтым аясы. Сол жерде бізде почканың точкасы бар. Сол суықтайды, содан кейін табаннан суық өтеді да, аурудың бәрі содан пайда болады. Сол үшін қысқа жағында мына жерде жылыстыраңдар айтады. Мен мына жерден конкретно сайда екен ғой суық. Содан басталып бара кетеді. Өздеріңізге де былай жасаңыздар, бүйтіп салсаңыздар. Қай жер көрсетші? Сіңір екен. Мына жер бізде почка. Мына жер бізде почка. Ал енді кім жатыр? Көрсете берсіңдер. Осы киіммен жата беремін, шешпейсің. Ал. Перчатка бар ма? Шешпесең қайтып көреміз точкаларды. Сырттан бас көрсете береді ғой. шешкенде көрінеді да ол. Не шешу керек? Бір перчатка алып келесіз, сапу? Мен істемеймін қолында перчатка Жоқ сізде бар ма? Жоқ, ашин перчатка. Ашин анау. Не болсын, винил болсын. Мына жазып алдыңыздар ғой ше. Мына пальца осының мына жерге дейін жаңағы бауырдың стресс алады. Бауырдың стресс. Соны бүйтіп, мынаны бүйтіп жасайсыздар ғой. Көрдіңдер ма? Осы қатарға. Өз көріп алғысы. Бауыр менен жаңағы стрессті алатын точка. Одан кейін іште мынау бізде кіндік, мысалы, мына кіндік. Осы кіндікті мысалы балаға да басқаға да бір қолын бүйтесіз